Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте керемет қытырлап тұратын картошкадан оп-оңай ғана жасалатын осындай тағамның бір түрін көрсеткім келіп тұр. Жасау жолы өте оңай, және де балаларыңыз өте жақсы көріп жейді. Естіп отырсаңыз өте сондай қытырлақ, сондай өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес берем. Балаларыңызға жасап беріп, балаларыңызды қуантыңыз. Және де арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен картошканы тазалап, жақсылап жуып аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей қылып қалыңдықта тураймыз. Және туралған бөліктерді 3-4 бөлікке бөлеміз. Мінекей осындай алып турап аламыз және бөлек ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жабамыз және микроволновкада 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Және міндетті түрде шпажкамен 3-4 жерден пищевой пленканы тесіп жіберіңіздер, сөйтіп микроволновкаға саласыз. Картошкамыз толықтай піскенше осколкты жақсылап жуып, ұсақтап тураймыз. Және де сарымсақ қажет болады. Сарымсақ өткізгіштен өткіземіз. Сарымсағымыз біздің толық бір үлкен ас қасық болатындай болу қажет. Мінекей осындай болып шығады. Осы уақытта микроволновкада картошкамыз толықтай пісіп шықты. Енді бетіндегі пищевой пленканы алып тастаймыз. Абай болыңыздар, ыстық болып қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Апта сайын арнамда осындай дәмді рецепттермен бөлісіп тұрамын. Және де осы видео ұнап жатса, комментарий бөліміне комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және достар, талшынкімен барлық картошкаларымызды толықтай еземіз. Және езілген картоптарымыздың барлығын біріктіріп жинап аламыз. Содан соң отымызға табаны қойып, оған сармай саламыз. Сармайымызды толықтай ерітеміз. Еріген уақытта үстіне жаңағы дайындалып турап қойған чесноктарымызды саламыз. Мінекей осында салып, 1 минуттай чеснокты майда қуырып аламыз. Содан соң су құямыз. Су міндетті түрде 100 мг-нан аз болмау қажет. Менде кішкене аз болғаннан кейін тағы 50 мг құйдым. Барлығын жақсылап араластырдым және шай қасықпен тұз салдым, 1 шай қасық, және 4 ас қасық болатындай ұн салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Отымыздың асты қосулы тұрады. Осылай жақсылап араластырамыз. Егер жаңағы неңіз қою қалың болып жатса, тағы да су құйып жіберіңіздер. Мінекей бізде осындай болып шығады. Енді отымыздың астын сүндіріп, үстіне жаңағы езілген картошкамызды салып, барлығын жақсылап біріктіріп араластырамыз. Содан кейін барлығын бір ыдысқа салып аламыз және оның үстіне 4 ас қасық болатындай жүгері крахмалын саламыз және туралған осколкты салып, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде барлығы осылай толықтай бірігеді. Енді қамырдың ортасынан 2-ге бөлдім, осындай қылып жасап алдым, рулет секілді. Осының барлығын ортасынан пышақтың көмегімен бөліп шығамыз. Және біз осындай сақина тәріздес қылып, қалыңдығы 4-5 см болатындай жасаймыз. Яғни осылай қолымызбен айналдыра отыра дөңгелетеміз. Видеода көрсетілгендей екі жақ шетін бір-біріне қосамыз. Мінекей өстіп барлығынан жасап шығамыз. Содан кейін сақиналардың барлығын пісіріп аламыз. Ол үшін осындай қызып тұрған майға саламыз. Отымыз жоғары отта болу қажет. 3-4 минут өткеннен кейін мінекей осылай сарғаяды. Сол уақытта келесі бетіне ауыстырамыз. Қатты сарғайтып жібермеңіздер. Кішкене лимонның түсі сияқты болып сарғайған уақытта ауыстырамыз. Келесі беті 1 минутта пісіп шығады. Содан кейін қағаз салфетканың үстіне барлық сақиналарды қойып, майын сорғытып аламыз. Мінекей өстіп қалған сақиналардың барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Ең бастысы қатты қыздырып, жаңағы қызартып күйдіріп жібермеңіздер. Сары түске енген кезде екі жақ түсінде осылай айналдыра отыра пісіріп аламыз.
Мінекей достар, біздің осымен дайын болды. Жасалу жолы өте оңай және өте қытырлақ. Өзіме қатты ұнады, мен балама да қатты ұнады. Сіздерге де кеңес беремін. Осы рецептпен жасап көруге, жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Видео ұнаса, комментарий бөліміне комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аягөз.